Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге барлық жиынның дастарханына қойылатын, тәбет ашатын қуырылған түшпараның рецептін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады, өте оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін көріп жасап көріңіз. Алдымен 2 жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Оның үстіне шекерді салып, венчиктің көмегімен шекеріміз ерігенше араластырамыз. Ары қарай сұйық май және де суымызды құямыз. Тұз салып, араластырып, үстіне електен тізілген ұнымыздың барлығын саламыз. Осы рецептпен 2 зуала қамыр шығады. Қамырымыз қатты емес, орташа қаттылықта иленіп шығады. Міне достар, илеп алғаннан кейін қамырымызды 20 минутқа қойып қоямыз. Осы рецептпен бізде 2 килограмм қуырылған түшпара шығады. Түшпараның арасына картопты қосамыз. Картопты осылай суға қайнатып пісіріп аламыз. Міне біздің иленген қамырымыз дайын болды. Қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Bir бөлігін пакетке немесе ыдысқа қайтадан салып қойып, бір бөлігін видеода көрсетілгендей етіп, қамырымыз тез жайылсын десеңіздер, қолымызбен алдын ала басып алсаңыздар болады. Оқтаудың көмегімен дөңгелек қамыр жайып аламыз. Қамыр бізде жұқа болып жайылуы қажет. Осы жерде айта кететінім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация қызыл батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Алда түрлі рецепттер болатын болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне біз қамырымызды дөңгелетіп, жұқа етіп жайып алып, бұл қамырды бөлек бір жерге қоя тұрамыз. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Екінші қамырды да қолымызбен басып, осылай оқтаудың көмегімен дөңгелек жұқа етіп жайып аламыз. Піскен картопты суынан бөлек алып, картопқа тұз, бұрыш дәміне қарай саламыз. Егер қалауларыңызша қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Картоп езгішпен жақсылап, картопымыздың түйнегі қалмастай етіп езіп аламыз. Міне достар, біздің арасына салатын салмамыз дайын болды. Достар, қамырды осылай міндетті түрде жұқа етіп жайып алыңыздар. Қалың болса біздің түшпарамыз әдемі көрінбей қалады. Видеоға мұқият қарасаңыздар барлығы түсінікті деп ойлаймын. Міне достар, осылай қамырымызды қойып алғаннан кейін қамырды 4 бұрышты бөліктерге кесіп аламыз. Достар, барлық керек затты осы видеоның астында описание бөліміне жаза кетемін. Мұқият сол жерден қарап, сол өлшемдермен өлшеп жасап көріңіздер. Міне достар, барлық қамырымызды осылай кесіп дайындап алдық. Арасына салмасын салып, пелмен, яғни түшпара түйгендей етіп, түйіп шығамыз. Осы аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Бізде түшпарамыз өте оңай жасалынады және қытырлап, өте дәмді болып шығады. Міне достар, мен түйіп дайындап алдым. Қызып тұрған майымызға түшпараларды жаймендеп салып, 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Өте оңай пісіп шығады. Достар, менде таба кішірек болғандықтан, менде жаймен азғантай бөліктермен салып пісіріп алдым. Егер сіздерде табаларыңыз биік болса, сол табаға көбірек салып пісіріп алсаңыздар болады. Және де майды міндетті түрде көбірек құйыңыздар. Аз майға әдемі болмай қалады. Міне достар, мен түшпараларымның барлығын осылай қызартып, 2 жағын аудара отыра пісіріп алдым. Достар, егер рецепт ұнаған болса, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.